لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الدرس الثاني. Екінші сабақ, екінші дәріс. Хишам мен Белалдің арасындағы диалог. Хишам айтады: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Белал айтады: Ва алейкумуссаламу ва рахматуллахи ва баракату. كيف حالك يا أخي؟ من الأخ дейді. كيف حالك يا أخي؟ бауырым, сенің жағдайың қалай? من الأخ дейді. من الأخ деген, яғни бұл кім деген. Бұл кім дегені, яғни сен кім боласың? Хишам айтады: Ана мухандисун жадид. Ана мухандисун жадид. Мен жаңа инженермін дейді. Мухандис бізде инженер. Мен жаңа инженермін. Исми, менің есімім. Хишамун, менің есімім Хишам болады. Ана минал уилаятил муттахида. Мен Соединенный Штаттамын. Муттахида деген біріккен деген. Уилая деген штат. Белал айтады: Ахлан ва сахлан ва мархабан бика я ахи. Ахлан ва сахлан ва мархабан бик дегеннің барлығы жалпы қош келдің деп аударылады. Я ахи, ей бауырым, қош келдің. Ана масрурун билиқаик. Масрур деген қуанышты. Билиқаика, яғни сенімен кездескеніме. Мен сенімен кездескеніме қуаныштымын. Ана замилук. Мен сенің группаласың боламын, немесе бірге оқитын сыныптас. Исми Белал ибн Хамид. Менің есімім Белал ибн Хамид, яғни Хамидтің ұлы Белал деп атыр. Амин Вашингтона. Анта я Хишаму. Ей Хишам, сен Вашингтоннансың ба дейді. Вашингтон деген Вашингтон. Хишам айтады: Ла дейді. Біз егер жаңадан сабақ өтетін болсақ, астын қызылмен сызып кетеміз. Кейін осы тексті талдап болғаннан кейін сол жаңадан болып жатқан сабақтарды түсіндіріп беруге әрекет қыламыз. Хишам айтады: Ла дейді, жоқ дейді. Ана ласту мен Вашингтон. Мен Вашингтоннан емеспін дейді. Бізде бүгінгі сабақ ласту. Ласту деген бұл орыс тілінде отрицание болады, қазақ тілінде болса теріске шығару. Егер аударатын болсақ, емес деген мағына. Бұл етістіктердің бір түрі, бұл глаголдың бір түрі. Ана ласту мен Вашингтон. Мен Вашингтоннан емеспін. Инни мен Нью-Йорк. Мен Нью-Йорктамын дейді. Белал айтады: Ал-муслимун абука я Хишаму. Ей Хишам, сенің әкең мұсылман ба дейді. Хишам айтады: Ла дейді, жоқ дейді. Хуа лайса би муслим. Хуа, яғни ол, лайса би муслим. Лайса деген біз жерде жаңа айттық, теріске шығару. Демек аудармасы ол мұсылман емес. Ол, яғни әкесі мұсылман емес. Я теріске шығарып атыр. Белал сұрап атыр: Ва уммук, ал сенің анаң амуслиматун хия, ол мұсылман әйел ма, мұсылман ба? Хишам айтады: Ла дейді, жоқ дейді. Хия лайсат би муслима. Белал айтады: Алака абнаун я Хишаму. Ей Хишам, сенің балаларың бар ма дейді. Хишам айтады: Наам дейді. Я лиситтату абнаин. Бұл жерде Алака абна я Хишаму деген сенің ұлдарың бар ма? Ұлдарың бар ма? Белал айтады: Атуллабун хум. Олар студент па? Олар, яғни сенің ұлдарың студент па? Хишам айтады: Ла дейді, жоқ дейді.
Hum laysu bitullab. Hum laysu bitullab. Олар студент емес дейді. Laysu, яғни емес. Инна бa'дахум. Расында олардың кейбіреулері, бa'д деген кейбір. Hum, яғни олардың кейбірі туджар дейді, саудагер дейді. Ва бa'дахум мухандисун. Немесе бa'духум. Ва бa'дахум мухандисун. Ал олардың кейбіреулері инженер дейді. Белал айтады, алака банат. Алака банат. Қыздарың бар ма дейді. Иә? Хишам айтады, наам, ли хамсу банатин. Ли хамсу банатин. Иә, менің 5 қызым бар. 5 қызым бар. 6 ұл және 5 қыз. Белал сұрап жатыр, амутазауижатун хунна. Олар студент, олар тұрмыста ма? Амутазауижатун хунна. Олар тұрмыста ма? Хишам айтады, ла дейді. Хунна ласна би мутазауижатин. Олар тұрмыста емес дейді. Инна хунна сигарун. Олар кішкентай деп жатыр. Расында олар кішкентай. Бa'духунна. Олардың кейбіреулері. Бa'духунна. Олардың кейбіреулері фил мадрасатил иптидаия. Мадрасатил иптидаия деген, яғни бастауыш сынып. 1-ден 4-ші классқа дейін. Фил мадрасати ал-иптидаия. Иптидаия деген бастауыш мектепте, бастауыш класста. Ва бa'духунна. Олардың кейбіреулері фил мадрасатил мутавассита. Орта мектепте. 5-тен 9-ға дейінгі класс. Фил мадрасатил мутавассита. Белал сұрап жатыр, алака ихватун. Сенің бауырларың бар ма? Хишам айтады, ла дейді. Лайса ли ихва. Менің бауырларым жоқ. Лайса ли ихватун. Инна ли саласа ахаватин. Және біз осы тақырыпты талдаймыз. Осы тақырыпты талдаймыз. Амуслиматун хунна. Амуслиматун хунна. Олар мұсылмандар ма? Олар мұсылмандар ма? Сенің бауырларың, яғни жаңағы сестраларың мұсылман ба деп жатыр. Наам дейді. Я дейді. Хунна муслиматун. Вальхамдулиллах. Я, олар мұсылман. Вальхамдулиллах дейді. Жарайды, енді осы жерде бізде келген лайса деген тақырыпты талдап көрейік. Және иннали саласа ахаватин дегенді талдап көрейік. Лайса деген міне тақырыпта тұр. Лайса мағынасы емес деген, яғни теріске шығару бір нәрсені. Бұл фи'л. Фи'л дегеніміз, яғни бұл етістіктің бір түрі. Фи'л мадин дейді, яғни өткен шақтағы етістік. Нақис дейді. Нақис деген кем. Бұл етістіктің басқа етістіктердің айырмашылығы, бұның мудари'і жоқ. Мудари' дегеніміз, яғни настоящий время жоқ. Қазіргі уақыттағы түрі жоқ. Мысалға біздер айтатын болсақ, мысалға захаба десек, кетті. Кетіп бара жатыр болса, араб тілінде язхабу болады. Язхабу. Ал лайса болатын болса, мысалға лайса, бірақ оның несі настоящий время, яғни қазіргі уақыттағы, яғни нәрсесі жоқ. Фи'л мадин нақис юрфаул исм дейді. Юрфаул исм дегеніміз, яғни бұл жүмля исмия, яғни мубтада және хабарға кіреді. Бұл өткенде бізде бірінші сабақта алған иннаның қарама қайшы түрі. Мысалы бізде инна дейтін, мысалы Мұхаммадун муджтахид немесе Мұхаммадун талибун десек, егер осыған иннаны кіргізетін болсақ, инна Мұхаммадан талибун деп айтамыз. Жазып көрсетейін. Мысалға Мұхаммадун талибун десек, осыған иннаны кіргізсек, қалай болады? Инна Мұхаммадан талибун. Расында Мұхаммад, ол студент. Осы жерде Мұхаммадан деп, мына жерде мубтада не болды? Фатхалы болып кетті. Мысалға Мұхаммад талиб емес деп айтатын болсақ, Мұхаммадун талиб, осыған лайсаны кіргізетін болсақ, қалай болады? Мұхаммадун лайса талибан. Осы жерде бізде иннада мубтада фатхалы болып кетсе, ал лайсада керісінше хабар не болады? Фатхалы болып кетеді. Қараңыздар, юрфаул исм дейді.
юрфаул исм дегеніміз, яғни бізде былай түсіндірейін сіздерге, бізде домма бар. Домманы араб тілінде роф жағдайы деп айтады. Және фатха бар, оны араб тілінде насб жағдайы деп айтады. Насб жағдайы. Насбун. Және касра жағдайы бар, оны араб тілінде жар деп айтады. Жар. Және сукун жағдайы бар, оны араб тілінде не деп айтады? Жазм деп айтады. Жазм деп айтады. Және рофаты біздер естіген кезде домманы түсінеміз, насб айтқан кезде фатханы түсінеміз, жарды айтқан кезде касраны түсінеміз, жазмды айтқан кезде сукунды түсінеміз. Және олардың тағы да бір айтылатын түрі, мысалға рофты араб тілінде жалпы марфу деп айтады. Жоғарысына жазып қоямын. Марфу. Марфуун. Насбты араб тілінде көбіне мансуб деп айтады. Мансуб. Жарды маджрур деп айтады. Маджрурун. Жазмды маджзум деп айтады. Маджзум. Осыны ұмытпаймыз, бұл ертең алдағы уақытта көп келеді. Енді ярфаул исм дегеніміз мубтаданы сол жағдайында қалдырады, яғни домма жағдайында. Ярфау деген домма жағдайында қалдырады деген. Янсибул хабар дейді. Янсибул хабар дегеніміз хабарды фатхалы жағдайда қылады, насып қылады, яғни. Мысалға, әлбабу мұғлақ десе, есік жабық, я? Есік жабық. Әлбабу мұғлақ десе, міне. Әлбабу мубтада болады, мұғлақун хабар болады. Екеуі де не? Рофа, домма. Енді осыған лайсаны кіргізетін болсақ, яғни есік жабық емес деп теріске шығаратын болсақ, лайсал бабу мұғлақа немесе мұғлақан. Осы жерде лайса фи'л мади нақис болады. Баб дейтін, бұл жерде жаңағы кешегі иннадағы исму инна хабару инна сияқты лайсада да дәл сондай болады. Бұл жерде уже мубтада болмайды, исму лайса болады. Хабар тек қана хабардың өзі болмайды, хабару лайса болады. Бұл фатхамен болады. Иннаның тек қана қарама қайшы түрі, ондай бір қатты қиыны жоқ. Басқа мысалдар, лайсал мау баридан, су салқын емес. Су салқын емес. Ма деген бұл лайсал мау баридан, мау деген бұл не болады? Исму лайса болады. Баридан хабару инна болады. Лайса хишамун маридан, хишам ауру емес. Хишам бұл исму лайса болады, маридан хабару лайса болады. Лайсал масджиду баидан, мешіт алыс емес. Мешіт алыс емес. Масджиду бұл исму лайса болады, баидан хабару лайса болады. Лайса птифлю наиман, бала ұйықтап жатқан жоқ. Аттифл бұл исму лайса болады, наиман хабару лайса болады. Енді біз текстте қалай келді бізде? А муслимун абука, міне жерге қараймыз. А муслимун абука, я хишаму деген кезде лайса би муслим деді. Осы жерде би деген харф жар кірді. Осылай да айтсақ болады, би муслим деп айтсақ болады, міне. Лайса би муслим деп айтсақ болады. Немесе лайса муслиман деп айтсақ болады. Екеуі де болады. Мына жерде би муслимин касралы болды не үшін? Мына жерде харф жар би кірген себепті. Осы жерде айтып жатыр, яджуз дейді, болады деп жатыр, ан ядхул харфал жар алба ала хабар лайса дейді. Лайсаның хабарына ба деген харф жары кіргізсек болады дейді. Ва яджузу аякуна исму лайса дамиран дейді. Және де лайсаның есімі дамир болса болады дейді. Яғни біз кеше иннаны дамайларға қостық қой, мысалға инни, иннана, немесе иннака деп, я? Сол сияқты лайсанда дамайерлерге қоссақ болады. Ол қалай? Мысалға қараңыз. Хамидун лайса талибан деп тұр. Хамид ол студент емес. Енді Хамид таптасап, ол студент емес деп айтатын болсақ, Хамид лайса би талиб. Хамид лайса би талиб. Осы жерде лайсаның есімі, міне, исму лайса деп жатыр, дамир мустатир, яғни жасырынған дамир. Ол қандай? Тақдируху, яғни осы жерде айтқысы келіп тұрғаны хуа дейді, міне. Тақдируху дегенде орысша айтқанда подозревается деп айтады. Яғни бұл жерде мақсат қылып тұрған нәрсе хуа дейді. Сол сияқты аминат лайсат табиба десек,
Амина ол дәрігер емес десек, уаяжуз және айтсақ болады, аминат лайсат битабиба. Осы жерде лайсаттың исму лайсасы не болады? Домир мустатир, жасырын домир. Қандай? Тақдируху, мақсат қылынған ол жерде хия. Себебі осы хия деген нәрсе аминаға қайтады. Ат-туллабу лайсу. Бұл жерде мына жерде лайса деген бұл жерде хуа болады, лайсатта хия болады. Ат-туллабу лайсу деген кезде бұл жерде хум. Ат-туллабу лайсу сигаран. Студенттер немесе оқушылар кішкентай емес. Уаяжуз және айтсақ болады, ат-туллабу лайсу бисигар. Студенттер немесе оқушылар кішкентай емес. Лайсу сигаран биді кіргізбесек былай фатхалы болады. Сигаран, табибатан немесе талибан. Биді кіргізсек касралы болады. Не үшін? Би харф жа себепті. Ат-туллабу лайсу бисигарин. Студенттер кішкентай емес. Осы жерде исму лайса ваул жамаа болады. Міне мынау. Лайсу деген кездегі вау бұл исму лайса болады. Аль-фатаяту ласна мутазаввижатин. Жас қыздар, олар тұрмысқа шықпаған деп айтуға болады. Ласна мутазаввижатин. Бұл жерде хунна. Хунна мен лайсаның қосқан кездегі қалай болады? Ласна болады. Уаяжу және биді кіргізсек болады. Аль-фатаяту ласна бимутазаввижатин. Бимутазаввижатин. Исму лайса нунун нисва. Осы жерде лайсаның есімі нунун нисва. Нунун нисва дегеніміз мынау. Ана ласту мударрисан деп айтсақ болады. Және биді де кіргізсек болады. Уаяжуз ласту бимударрисин. Осы жерде исму лайса дамиру мутакаллим атта. Ту деген кездегі осы исму лайса болады. Бұл ана мен лайсаның қосылған кездегісі. Нахну мен ласнаны қосатын болсақ, нахну мен лайсаны қосатын болсақ, қалай болады? Нахну ласна жудуда. Немесе жудудан. Біз жаңа емеспіз дейді. Немесе биді кіргізсек болады. Нахну ласна би жудудин. Исму лайса домиру мутакаллимин. Осы жерде лайсаның есімі нау на деген болады. На деген домир мутакаллимин на деп жатыр. Анта мен лайса қосқан кезде анта ласта кабиран. Сен үлкен емессің. Осы жерде немесе анта ласта би кабирин деп биді кіргізсек болады. Осы жерде исму лайса не болады? Атта болады. Атта. Және сол сияқты женский родта анти ласти фақира. Сен кедей емессің. Қыз балаға айтып жатыр. Бұл анти мен лайсаның қосылған кездегі түрі ласти болады. Және биді кіргізсек болады. Анти ласти би фақира. Сен кедей емессің. Осы жерде исму лайса атта болады. Атти болады. Бұл жерде міне ти. Антум мен лайса қосқан кезде ластум болады. Антум ластум азабан. Сендер бойдақ емессіңдер. Осы жерде екінші вариантпен де айтсақ болады. Нұсқамен антум ластум би азаб. Биді кіргізсек болады. Осы жерде исму лайса не болады? Тум болады. Және антунна мен лайса қосқан кезде ластунна болады. Антунна ластунна мужтахидатин. Сендер ынталы студент қыздар емессіңдер деген кезде, немесе студент болмасын ынталы бір іске. Уаяжу және биді кіргізсек болады. Антунна ластунна би мужтахидатин. Осы жерде касралы болды. Не үшін? Себебі бірінші томға қайтатын болсақ, жалпы жама муаннас салим деген бар. Көпше түрдегі женский род насып жағдайында болса, яғни фатха жағдайында болса, ол фатха болмайды. Ол не болады? Фатханың орнына каса жүреді. Мысалға, раайту талибатин деген кезде, осы жерде талибати мафул бихи. Мафул бихидің харакаты бізде асылы не? Фатха. Бірақ мына жерде касра болады. Не үшін? Бұл женский родтың көпше түрі болған себепті. Түсінікті? Және бидді кіргізсек болады. Антунна ластунна би мужтахидатин. Осы жерде исму лайса не болады? Тунна болады міне. Тайып. Басқа мысалдар. Мухаммаду лайса минал ябан. Мухаммад Япониядан емес. Осы жерде мынаның исму лайса хуа болады. Минал ябан хабар болады.
Ат-туллабу лайсу минал Ирак. Студенттер Ирактан емес. Осы жер лайсу деген кездегі бұның несі ал-вау болады, есімі. Лайсал мударрисуна фил фусули. Мұғалімдер класста емес, класстарында емес. Осы жер мударрисуна бұл исму лайса болады. Фил фусул хабар лайса болады. Амухандисун абук. Сенің әкең инженер ма? Ла, жоқ. Аби лайса мухандиса. Осы жерде лайса исмі хуа болады. Мухандисан хабар лайса болады. Атабибатун уммука. Ла, сенің анаң дәрігер ма? Жоқ. Умми лайсат битабиба. Лайсат битабиба. Осы жерде исму лайса хия болады. Битабиба хабар болады. Амутазаввижун. Анта, сен үйленгенсің ба? Ла, жоқ. Ана ласту би мутазаввижин. Мен үйленбегенмін. Осы жерде ласту деген кезде ту исму лайса болады. Би мутазаввижин бұл хабар лайса болады. Амаридун анта. Сен ауырып тұрсың ба? Ла ласту маридун. Ауырып тұрған жоқпын. Ту осы жерде исму лайса болады. Кейін бізде екінші келген нәрсе тақдимул хабар инна аля смиха дейді. Яғни иннаның хабарын алдыға шығару деген тақырып. Міне айтып жатыр. Яджузу тақдиму хабар. Мысалға біздер міне қысқаша айтып кетейін. Мысалға инна Мухаммадан мужтахид десек, Мухаммадан бұл исму инна. Я? Мужтахид бұл хабар инна. Кейбір жағдайларда хабар иннаны міне алдыға шығарып жүрсек болады. Қай кезде? Егер хабар жар және мажрур болса. Жар және мажрур болса. Мысалы қалай? Міне айтып отыр. Яджуз тақдиму хабар инна аля смиха. Хабар иннаны, исму иннаны алдына шығарып жүрсек болады. Болады. Иза канал хабару жарран ва мажруран дейді. Егер хабар жар мажрур болса. Жар мажрур дейміз мысалға фил фасли немесе мысалда келеді. Мысалға ли саласу ахаватин деген кезде ли менің 3 әпшем немесе қарындасым бар деген кезде ли бұл хабар мұқаддам. Мұқаддам дегеніміз алдыға шығып кеткен хабар. Саласу деген бұл мубтада муаххар, кешігіп келген мубтада. Асылы қалай болу керек? Асылы саласу ахаватин ли болу керек асылы. Саласу бұл мубтада болады, ахаватин бұл не болады? Мудаф илейхи болады. Міне жазылып тұр. Себебі біз бірінші томда өттік, саннан кейін келген нәрсе не болады? Мудаф илейхи болады. Сол себепті ол касралы. Осыған иннаны кіргізсек, инна ли арасында менің, инна міне харфы насып, яғни харф насып дейміз фатхалы қылатын әріп. Ли бұл хабар инна мұқаддам. Бұл жерде әшейін хабар деп айтылмайды уже. Бұл жерде хабару инна болады. Инна ли саласа. Міне мынау фатхалы болып кетеді. Бұл себебі неге? Исму инна муаххар. Бұл мубтада деп айтылмайды. Исму инна муаххар. Иннаның есімі кешігіп келген. Ахавати мудафин илейхи болады. Міне мына жерде жазылып тұр. Инна ли саласа ахаватин. Аслуху, оның асылы жаңа мен түсіндіріп кеткендей. Инна саласа ахаватин ли. Бірақ бұл жерде валакиннал хабара тақаддам дейді. Себебі хабарды кейін алдыға шығарып жүрдік. Лианнаху жар ва мажрур. Себебі ол жар мажрур болған себепті. Басқа мысалдар. Фил фасли хамсату туллабин жудудин. Класста 5 жаңа студент бар. Осыған иннаны кіргізетін болсақ, инна фил фасли арасында класста хамсата. Міне, мұна хамсата не болады? Исму инна болады. Туллабин бұл мудафин илейхи болады. Жудуд енді бұл наат болады. Наат дегенімізден сипаты. Тағы бір мысалды алайық. Лана мударрисун жайид. Біздің мұғаліміміз жақсы деп атыр. Осыған иннаны кіргізсек, инна лана арасында біздің мударрисан жайиден. Жақсы, біздің арасында біздің мұғаліміміз жақсы деп атыр. Жақсы мұғаліміміз бар. Осы мударрисан исму инна вады. Лана бұл хабар
инна болады, алдыға шығып кеткен. Тайып, осымен осы жерден біздің текстіміз бітеді. Валиллахи алхамд, алхамдулилла. Енді тапсырмалар. Бірінші тапсырма аджиб анил асил атия дейді, келесі сұрақтарға жауап бер деген. Бұл жерде текстке қарап өздеріңіз жауап бересіздер. Мен айна Хишам, Хишам қаяқтан болады, текстке қарап жауап бересіздер. Екінші тапсырма бұл да текстке байланысты. Да хазил аламат ас-сах, мынау дұрыс белгіні қой деп жатыр. Амамал жумали сахиха, дұрыс сөйлемдердің алдына. Ва хазил алама, мынау қате белгіні амамил жумали лати лайсат сахихатан, дұрыс емес сөйлемнің алдына қой деп жатыр. Бұны да текстке қарап жауап бересіздер. Үшінші тәмәл мәйәри дейді, келесі берілген мысалдарды, сөздерді ойлан деген. Мысалы, Хамид талиб десе, Хамид лайса би талиб. Хамид талиб емес, Хамид талиб болса, мен жерде подтверждение болса, мен жерде отрицание. Яғни теріске шығару, ан жерде құптау. Ат-туллабу сигарун, студенттер кішкентай, ат-туллабу лайсу би сигарин, олар кішкентай емес. Манағы біздер алғандай. Төртінші тапсырма адхил лайса алал жумалил атия, лайсаны келесі сөйлемдерге кіргіз деген. Мысалы, албабу муғлақ деп тұр. Бұны екі түрде, екі вариантпен жауап берсек болады. Біріншісі албабу лайса муғлақан деп айтсақ болады. Немесе албабу лайса би муғлақин. Екі түрде жауап берсек болады. Қалған сөздерге осылай лайсаны кіргіземіз. Алмау лайса баридан, Хишаму лайса маридан, Аби лайса би наим, немесе Аби лайса наиман, Ад-дарсу сааб, дәрс ауыр дейді. Ол ауыр емес десек, Ад-дарсу лайса саабан, немесе Ад-дарсу лайса би саабин. Мешіт ал-масджиду қариб, мешіт жақын емес десек, ал-масджиду лайса қарибан, немесе лайса би қарибин. Бұл жерде жауанды отдельно қойып болған, фатхамен неге? Жауан деген біздер мамну минас сарфтан болады. Оны бірінші томда түсіндірдік. Мамну минас сарфтан болады. Сол себепті ол касра қабылдамайды. Ат-тифл лайса жауана болады, немесе би дегірсек би жауана болады. Түсінді ма? Бесіншісі, иқра ил-мисалайн, екі мысалды оқы. Сумма адхил лайса ала жумалил атия. Кейін лайсаны келесі сөйлемдерге кіргіз деп жатыр. Мысалы, хуа тажир болса, хуа лайса би тажир. Ол саудагер емес. Хуа минал ябан, ол Япониядан. Хуа лайса минал ябан, ол Япониядан емес. Ас-сайярату джамила болса, көлік әдемі. Көлік әдемі емес деп айтатын болсақ, ас-сайярату лайсат Джамилатан. Ана ғани, мен баймын деп жатыр. Мен бай емеспін деп айтатын болсақ, ана ласту ғаниян. Егер биді кіргізсек, би ғанийин болады. Алтыншысы, ажиб анил асилатил атия бин нафи мустамилан лайса дейді. Лайсаны қолданып, келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Мысалға, амухандисун абук, әкең сенің инженер ма дейді. Өзіңіз жауап бересіз, менің әкем инженер емес деп. Оны қалай жауап бересіз? Ла хуа лайса мухандисан. Немесе би мухандисин деп жауап берсеңіз болады. Би мухандисин. Сол сияқты қалған сұрақтарға жауап бересіздер. Ал-мударрисатун уммук, анаң сені мұғалім ба? Ла хия лайсат би мударриса, немесе мударрисатан. Ат-туллабун ихватук, сен бауырларың студент ба? Ла хум лайсу би туллабин деп жауап бере бересіздер.